Сәлем достар! Бүгін сіздермен аяқтың ісіну себептері жайлы айтатын боламыз. Аяғыңыз жиі сынып кете ме? Онда бұл проблеманың шешімін табу қажет. Арнамды жоғалтып алмау үшін келіп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Жаз айларында қыздар жұмыстың аяғына қарай өз аяқтарының сынып кеткендігін байқап жатады. Суға тойып үрленген аяқтар құдды бір ара шағып алған секілді көрінетіні рас қой. Аяқтың ісінуі көп жағдайда тіндер мен бұлшық еттерде сұйықтық жиналып қалған кезде байқалады. Егер ісік қайтпаса, не оны емдемесе, ол асқынып кете қаупі бар. Ісіктің сонымен қатар қан айналымының төмендеуіне әкеп соқтыратынын да білесіз бе? Аяқтың ісіну проблемасы кез келген жаста болуы мүмкін, алайда бұл көбіне ересектерде ұшырасып жатады. Егде адамдарда қан тамыр жүйесінің және аяқ бұлшық еттерінің бұзылуынан, сонымен қатар сусамырға шалдыққандардың аяқтарының ісінуі байқалады. Бұл проблема спортшыларда, аяққа тұрып көп жұмыс істейтін адамдарда да бар. Аяқтың ісіну себептері аяқтың ісіну мәселесіне әсер ететін бір қатар себептер де бар. Олардың ішіндегілері жарақат немесе қандай да бір сүйектің сынуы, не жарылуы, артық салмақ, кәрілік, жүктілік, көп мөлшерде тұз немесе алкоголь тұтыну, етеккір, бір қалыпта ұзақ уақыт бойы отыру немесе тұру, дәрілер, соның ішінде сусамырға байланысты дәрілер, эстрогендер, жүктіліктен сақтайтын таблеткалар, антидепрессанттар, кальций каналдарының стероидтары мен блокаторлары, ілеспелі аурулар, аяқтың ісінуі, жүректің бүйректің ауруы мен немесе бауыр жеткіліксіздігінен де туындауы мүмкін. Қанның қоюлануы, артрит, ұйқы безі аурулары, аяқта инфекцияның бар болуы, тамыр жеткіліксіздігі, аяқтағы тамырдың жүрекке қанды жүргізу бұзылған кездерде, варикоз, асқа жарымау, аллергиялық реакция, іш жүргізетін дәрілерді көп қолдану кезінде, ағзада натрийдің жинақталуы, лимфалық обструкция. Ал енді дәрігерге қай уақытта бару керек деп ойлайсыз? Егер сізді тұрақты түрдегі аяқтың ісінуі мазаласа, болмаса дене қызуыңыз көтерілсе, жүкті болсаңыз, немесе іскен жерлері қызыл және жылы болса, міндетті түрде дәрігерге көрінген абзал. Егер сіздің аяғыңыздағы ісік ұзақ уақыт аяқта тұрғаннан, немесе көп сұйықтық ішкеннен болса, жағдайды жақсартып ісікті қайтаратын бірнеше тәсілмен танысуға кеңес береміз. Аяқтың ісінгенін болдырмас үшін, оны күніне 3-4 рет 10 минуттан 15 минутқа дейін жүректің деңгейінен жоғары етіп көтеру керек. Өкшесі жоқ, дұрыс аяқ киім киіңіз. Өкшесіз аяқ киім қан айналымды қалыпты күйде ұстайды. Нәтижесінде күні бойы сізді аяқтың ісінуі мазаламайды. Тұзды пайдалануды шектеңіз. Әрине, одан толықтай бас тартудың қажеті шамалы. Тек қана шектеу ұсынылады. Тұз ағзада туралап ісіктің орнын алуына түрткі болады. Бір қалыпта ұзақ отырмаңыз. Егер жұмысыңызда ұзақ отыруға тура келетін болса, 1 сағат сайын аяғыңызды жазып алу үшін 5 минуттық үзіліс жасап отырыңыз. Жиі серуендеңіз. Мамандардың айтуы бойынша, серуен қан айналымды жақсартады және бұлшық еттінің қатайтады. Аяқтың ісінуін қайтаратын халықтық ем-домдар туралы айта кетейік. Зығыр дәнінің тұнбасы аяғыңызға ісінгенінде жақсы көмектеседі. Ол үшін мынандай тұнба әзірлеген дұрыс. 2 ас қасық дәнге 1 литр ыстық су құйыңыз. Бұл қоспаны бір қайнатып алыңыз.
шамалы 20 минут суытып сүзіңіз. Тұнбаны әр 2 сағат сайын жарты стақаннан ішеді. Ем қабылдау ұзақтығы 14 күнге жетеді. Теңіз тұзы қосылған ванна. Аяқтағы ісіктен арылу үшін теңіз тұзы қосылған ванна жақсы көмектеседі. Бұл үшін бөлме температурасындағы 3 литр суды алып, 1 ас қасық теңіз тұзын салыңыз. Аяғыңызды ваннаға 15 минут салып алыңыз. Аптасына кем дегенде 3 рет жасаған орында. 40 қабаттан жасалған компресс аяқтағы ісіктен арылуға мүмкіндік беретін ең ыңғайлы әрі қарапайым ем-дом. 40 қабаттың бір жапырағын алып, оқтаумен мұжыңыз. Қатты жерін алып тастаңыз. Әрі қарай 40 қабатты аяғыңызға қойып, компрессті таңертеңге дейін ұстаңыз. Аяқтың ісінуі қандай аурулардың белгісі деп ойлайсыз? Ендеше назар аударыңыз. Жүрек проблемалары. Әдетте жүрек ісінуі әрқашан симметриялы болады. Олар кешке пайда болады және ұйқыдан кейін жоғалады. Олар тобықтан басталады. Бірте-бірте төменгі аяқ пен сан аймағын басып алады. Ісіну аймағындағы тері тартылған, ұстағанда суық бозғылт цианотикалық. Егер ісіну ентігумен, сондай-ақ бұлшықеттің әлсіздігімен және оң жақ гипохондриядағы ауырсынумен бірге жүрсе, жедел түрде кардиологқа қаралғаныңыз дұрыс. Егер де бүйрек проблемалары болса, бұл жағдайда аяқтың ісінуі төменгі арқадағы ауырсынудың фонында пайда болады және олар зәр түсінің өзгеруімен, көз аймағындағы беттің ісінуімен бірге жүреді. Нефрологқа баруды кейінге қалдырмағаныңыз дұрыс. Лимфа дренажының бұзылуы ісінуге тығыз кешке пайда болады және таңертең кетпейді. Біріншіден тобық буыны, содан кейін төменгі аяқ, кейде тізе зақымдалуы мүмкін. Содан кейін екінші аяғы да ісінеді, бірақ соншалықты айқын емес. Бұл жағдайда флебологқа баруды кешіктірмеуіңіз қажет. Пременструальды синдром кезінде әйелдерде етеккір циклінің екінші жартысында аяқтың аздап ісінуі пайда болуы мүмкін. Олар гормоналды теңгерімсіздікпен байланысты және сыни күндер аяқталғаннан кейін жоғалады. Әдетте аяқтар ісінеді. Гинеколог пен эндокринологтың кеңесіне жүгінгеніңіз дұрыс. Жүктілік кезінде аяқтың ісінуі көбінесе жүктіліктің соңында, яғни 30-ші аптадан кейін пайда болады. Алдымен аяқтар мен аяқтар ісінеді, содан кейін процесс жоғары көтеріледі. Төменгі аяқтың ісінуі жүкті әйелдердің нефропатиясымен де дамуы мүмкін, яғни бүйрек патологиясы. Әдетте бұл несептегі ақуыздың жоғалуымен және артериялық гипертензиямен бірге жүреді. Емдеу әдістері гинекологпен бірге анықтаған дұрыс. Ісінудің тағы бір себебі веноздық шығудың бұзылуы. Ісіну әдетте жеңілден орташаға дейін болады. Әдетте ол гольф сағызынан немесе шұлықтан із түрінде көрінеді және жамбас пен табанды ұстайды. Егер аяқтарда тамырлы жұлдыздар болса, онда бұл варикозды веналардың басталуын көрсетуі мүмкін. Процестің өршуіне жол бермеу үшін тек флеболог емді уақытында тағайындаған дұрыс. Мәскеулік дәрігерлер зерттеулер жүргізіп, тамырлардың әр түрлі ауруларын офистерде күн бойы өткізетін қызметкерлердің 62%-ына тән екенін, ал олардың 70%-ында жуығы әйелдер екенін анықтаған. Аяқтың ісінуімен күресуді бастамас бұрын ісіну аурулардың белгілерінің бірі екенін түсіну керек. Мәселені шешу қажет, бірақ дәрігердің бақылауымен негізгі ауруды кешенді емдеу шеңберінде жасау керек. Қазіргі замандағы медицинада
аяқтың ісінуін тудыратын ауруларды емдеу мен алдын алу әдістерінің кең спектрі бар екенін білесіздер. Аяқтың жүйелі ісінуі кезінде ең пайдалы жүктемелер бұл су спорттары. Бірінші кезекте су аэробикасы. Бір жағынан адам көп қозғалады және жақсы физикалық белсенділікке ие болады. Екінші жағынан су теріге қысым жасайды, ісінулердің алдын алады. Жүгіру, шаңғы, велосипед тебу, коньки тебу, тіпті қарапайым серуендер сияқты динамикалық спорттар ісіктің алдын алуына көмектеседі. Аяқтың ісінуін болдырмау үшін мына жағдайларды ескеріңіз. Аяғыңызды айқастырмаңыз. Үй жұмыстарының көп бөлігін отырып орындаңыз. Ұйықтап жатқанда аяқ астына ролик немесе жастықша қойып көтеріп қойыңыз. Душтан кейін аяғыңызды салқын сумен шайқаңыз. Салмағыңызды қадағалаңыз. Диетадағы тұзды, сондай-ақ қуырылған, ысталған тағам мен алкогольді азайтыңыз. Тәтті газдалған сусындарды ішпегеніңіз дұрыс. В, С, Е дәрумендерін қабылдаңыз. Олар қан тамырларын нығайтады және қан айналымын жақсартады. Егер сіз үстелге ұзақ отыруға мәжбүр болсаңыз, онда әр 25-30 минут сайын тұрып, шаршаған аяқтарыңызды созыңыз. Бірнеше жаттығуларды орындаңыз. Көбірек жылжытыңыз. Жаяу серуендеу аяқтың ісінуін болдырмайды. Темекі шегуден бас тартыңыз. Темекі өкпені ғана емес, сонымен қатар қан тамырлары қабырғасының құрылымын негізгі бөлігі болып табылатын коллагенді де бұзады. Дұрыс киімді таңдаңыз. Сән үрдістерін ғана емес, сонымен қатар ақылға жүгініңіз. Тығыз колготки, шұлық пен аяқ киім қан ағымына кедергі жасайды. Биік өкшемен күні бойы ұзаққа жүруге болмайды. Аяғыңызды күндіз демалдырыңыз. Аяқ киімді шешіңіз. Аяқтарыңызды уқалаңыз. Үй жағдайында аяқтың ісінуін қалай басуға болады? Сіздерге бірнеше табиғи рецептер ұсынылады. Ақ қайыңның жапырақтарынан 1-2 ас қасық және 500 мг қайнаған суды құясыз. Күніне 5 рет жарты стақаннан сұйықтық ішіңіз. Жарты кесе жаңа сығылған сәбіз шырынын, қияр шырынын және бір орташа лимон шырынын араластырыңыз. Сусынды 3 дозаға бөліңіз және күніне 3 рет ішіңіз. Бөлігін жылы қайнаған сумен жартысына дейін сұйықтап ішкен дұрыс. Аяқтың ісінуін басатын ванналар мен компресстер. 50 грамм түймедақ гүлін алыңыз және 1 литр қайнаған су құйыңыз. Оны жылы жерде 3-4 сағат қайнатыңыз. Сүзіп алыңыз. Инфузияны 36 градусқа дейін суытып, аяғыңызды 25 минутқа батырып отырыңыз. Зәйтүн мен камфор майын тең мөлшерде араластырып, аяқтарыңызды осы композициямен майлаңыз. Саусақтардан тізеге дейін массаж қозғалыстарын жасап сүртіңіз. Содан кейін әр аяқты мақта шүберекпен, содан кейін жүнді орамалмен орап, сол бойы түнге қалдырыңыз. Бұл процедураны 1 ай бойы күн сайын жасағаныңыз дұрыс. Шекі картоптың түйнектерін жұқа үккіштен өткізіп, ісікке басып, үстін бинтпен орап қойыңыз. Аяқтарыңыз жақсы болғанша ұстаңыз. 40 қабаттың жапырақшаларын алып, ісіген аяғыңызға қойып, сыртынан бинтпен орап компресс жасайсыз және бұны түні бойыға қалдыруыңызға болады. Ұсынылған кеңестер пайдаларыңызға жарап, ем болсын. Қандай да бір ауру сырқау кезінде бірінші дәрігеріңізге көрініңіз. Өз денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Айтылған кеңестер пайдаларыңызға жараған болса, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы.